Аға, өзіңізден басқа уағызшы насихатшыларды тыңдайсыз ба? Әлбетте тыңдаймын. Кімдерді тыңдайсыз? Мен көбірақ өзіміздің Қазақстандағы Ерсін Әміре, Арман Қуанышбаев, Сансызбай Шоқан, және де бұл Орта Азиядағы ең атақты үлкен ғұламалар бар. Сол ғұламаларды шетте қалдырмаймын. Соның ішінде қырғыздардың өте мықты уағызшылары бар. Білімде де, тақуада да алдына жан салмайтын Абдушүкір Нарматов деген өте үлкен ғұлама жігіт бар. Мысырды бітірген. Және де Чубах Хажы деген өте үлкен ғұламалар. Меккеде Үммул Құр'аны бітірген. Біздің осы Ханафи мазхабындағы, Матуриди ақидасындағы өте мықты уағызшылар. Және де Өзбекстандағы үлкен ғұламалар бар. Солардың Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тарихи жайында айтатын өте Нұриддин Хажы деген мықты үлкен ғұламалар бар. Солардың уағыздарын тынбай тыңдаймын. Тыңдағанда не мақсатта тыңдайсыз? Бір өзіңіздің бір иман байлығыңызды күшейте түсу үшін бе, әлде бір үйрену үшін дейміз бе екен? Бір тәсілдерін меңгеру үшін дейміз бе екен? Қалай түсіндірер едіңіз? Бұл бірінші өзімді тәрбиелеу үшін. Сен біреуді тәрбиелеуден алдын өзіңді тәрбиеле дейді. Енді мысалы біз айтамыз ғой, уағыз тыңдаңдар дейміз ғой. Өзім тыңдамасам не үшін айтамын? Өзім тыңдап үйреніп, өзім соған амал қылмасам, мен не айтам? Мысалда, екінші жағы да бар, өте дұрыс айттыңыз. Сөз мәнерін үйрену да бар бұл жерде. Қалай сөйлеу керек, қалай жеткізу керек. Үшіншіден, білмеген нәрсеміз өте көп қой. Мысалы, сіз білген нәрсені мен білмеймін. Мысалда, мен білген нәрсені басқа білмейді. Бұл тәжірибе ауысу десе де болады. Өте жақсы нәрсе.